Мен үшін Қазақстан ол менің отаным, менің тарихым. Өзім туған жерім, туған өлкем ғой. Отбасы, туған жер, махаббатым. Мен тәуелсіз мемлекетте республика күні бар өзім жеке мемлекетте өмір сүріп жатқаныма бақытты емеспін. Для меня Казахстан — это моя родина, родина моих родителей и родина моих предков. Моя родина, во-первых. Во-вторых, это мой дом, где я росла, где я сейчас на данный момент нахожусь. И я очень сильно люблю свою родину. Развитая инфраструктура, много возможностей. Ну и, конечно, мирные, добрые жители. Қазақстан деген отан. Қазақ тілім, жерім, отаным, мемлекет, барлығы Қазақстан. Бала-шағам. Казахстан — это моя любимая страна, моя родина. Казахстан для меня — это все. Ну, в первую очередь, это моя родина. Вот, я здесь родился, здесь мои близкие люди. Вот это земля, которую я люблю. Для меня Казахстан — это в первую очередь семья, друзья, работа. Это вся моя жизнь. Қазақстан елім, отаным, жерім. Қазақстан менің жерім, туып өскен жерім. Қазақстан деген мен өзім туып өскен жерім, яғни өзім туған жерім деп айтады. Оны ешқандай басқа мемлекеттермен мен салыстыра алмаймын. Мен үшін орны бөлек болып табылады. Елім жерім. Адамдармен мақтан тұтам. И өзімнің тарихыммен мақтан тұтам. Бірінші егемендігіме мақтанамын. Ешкімге тәуелді емес, егемен мемлекеттермен мақтанамын. Екіншіден Қазақстанда тұрып жатқан мақтанамын. Бізде мүмкіншіліктер көп. Сол себептен мен өз мемлекетімді сүйемін. Честно, то, что он развивается. Знаете, в нашей стране очень много национальностей, которые дружат между собой. И мне кажется, что бы ни случилось, мы вместе. Дружный народ, гостеприимный. Қонақжайлылығымен мақтанады. Өзінің байлығымен мақтанады, жерімен мақтанады. Адамдармен деп айта аламын. Мысалы, бізде қаншама адам өмір сүреді, иә. Біз барлығын қабылдаймыз, біз барлығымен бірге бейбітшілікте өмір сүреміз. Қазақ болғаныма, осы жерде туып өскеніме, отбасыммен мақтанамын. Приятный менталитет, все доброжелательные, добрые. Это та страна, в которой хочется жить, вот, и связывать не только свою судьбу, но и судьбу своих детей с этой землей. Жерінің байлығымен, өз елімде жүргендігім үшін, қазақша сөйлегендігім үшін. Кең даласымен, табиғатымен, жаңағы өзіміздің қонақжайлылығымызбен, салт-дәстүрімізбен, осылармен мақтанамын деп айта аламын. Қазақстанның жерімен, табиғатымен мақтанамын. Қазақстанда өте әдемі и чисто все. Осындай жерде тұрып жатқанымызға, осындай елде тұрып жатқанымызға қатты мақтан тұтамын қазіргі кезде.